Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік шоколадты пирогтың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл пирог балаларға да, ересектерге де ұнайтыны сөзсіз. Тортқа қарағанда өте жеп-жеңіл пирогтардың бірі, тіпті тапсырыстарға да дайындасаңыздар болады. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен қамырын илеп аламыз. Елегіштен өткізілген ұнға қопсытқышты какаоны салып, жақсылап араластырып аламыз. Тоңазытқыштан шығарылған сары майды ұнға ұната отырып, бүккіштен өткіземіз. Майымызды толықтай өткізіп болдық. Енді қант ұнтағын және жарты жұмыртқаны құйып, қамыр илейміз. Мұнда менде қант ұнтағы болмаған соң түйіршік қантты қоса салдым. Міне осындай қамыр иленді. Енді қазір жайып формаға саламыз. Мен осындай форма қолданамын, көлемі 26 диаметрлік. Қамырды формаға көшіру ыңғайлы болу үшін алдымен осындай пергамент қағазға қалыңдығы 4-5 мм етіп жайып аламын. Енді осы жайылған қамырға форманы қойып басып ойып аламыз. Артық қамырын шет жағына бортик жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырды формаға аударамыз. Артылған қамырды шет жақтарына жабыстырып шығамыз. Міне қамырымызды формаға жайғастырып дайындап алдық. Енді салмасын дайындағанша қамырды тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Салмасына бізге алдымен 33% сливки мен Қазақстан шоколадын водяной баняда немесе қысқа толқынды пеште ертіп аламыз. Еріген шоколадты біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызды үй температурасындағы қойытылған сүтке қосамыз. Енді осының үстіне міндетті түрде 20% қаймақ қосамыз. Қамырдан қалған жарты жұмыртқаны және де тағы бір жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осы массаға какао қосып араластырып, түйіршіктері қалып қалмасы үшін блендермен жақсылап езіп аламыз. Какао массасына 33% сливкиді құйып алып, жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болды.
Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, салмамызды жақсылап араластырып, қамырдың үстіне құямыз. Алдын ала 170 градуста қыздырып алған пеште 45-50 минут пісіреміз. Пештің астыңғы және үстіңгі ысытатын функцияларын қолданамыз. Пирогымыз осылай көтеріліп піседі. Піскенін қолмен ұстап көрсеңіздер болады, ортасы губка сияқты болып тұрады. Піскен пирогты пештен бірден шығарып алмаңыздар, есігін сәл ашып суытып алған дұрыс. Суыған пирогты өз қалауларыңызша сәндеуге болады. Мен мұнда фисташковый ұнды сеуіп шықтым. Пирогымыз өте дәмді, өте нәзік болып шықты. Міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Видеом пайдалы болса лайк қойып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарий бөлімінде сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар.